Былайша айтқанда тауафтың сауабын пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады. Кімде кім тауаф жасап жүрген кезде дейді, мына аяғын көтеріп дейді, жерге қойғанша дейді, 10 сауап жазылады дейді, 10 күнә кешіріледі дейді, 10 Алланың алдында дәрежелер өседі дейді да. Сіз өзіңіз ойлаңыз, жай аяқты көтеріп қоя салдың, аяқты көтердің қоя салдың, аяқты көтердің қоя салдың, аяқты көтердің қоя салдың, әрбір аяқты көтеріп қоя салғанның арасында осындай 10 күнә, 10 сауап, 10 дәреже. Тауафтың ішінде бір тауафтың айналымы 1 шақырым. 7 рет айналу 7 шақырым. 7 шақырымда сен неше рет аяғыңды көтеріп қоясың? Ол саған даже байқалмайды да, сен аяғыңды бүйтіп көтеріп шығып. Ол қандай, енді ойлай беріңіз, сауап, 10 сауап, 10 күнә, 10 дәрежелер да. Аллаху акбар, негізі елге қайтқан кезде мына нәрселердің бәрін өзі кемінде жай ғана 1-2 нәрсені қайтын да. Осылардың барлығын сен жасап қайтатын болсаң, сен субханалла, сен қандай деңгейде қайтасың да? Алланың назарында қайтасың ғой негізі. Ең бастысы бағана таңертең таң намазында айтқандай, сол жағдайыңды елге барғанда сақтап қала алуың ғой ендігіде. Ол үшін иншалла пайдалы білім алып, ұстаздардың қасында жүріп, салихалы мұсылман жамағаттарының қасында жүріп, әрдайым осындай ибалы, иманды ортада жүрсеңіз, иншалла осы состояние, осы жағдайда сақтап қалуға әбден болады да. Егер де сіз жаңағы ұстаздардан алыстай берсеңіз, ибалы инабатты жамағаттың орнына сәл күнәһар жамағаттармен араласып кетсеңіз, былайша айтқанда намазыңызға немқұрайлы болып, дініңізге немқұрайлы болып кетсеңіз, мына жаңағы жинаған терген су сепкендей басылып қалады негізі.